Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін талшын соңғы уақытта хит болып жатқан шоколадты құлпынайдың жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл видеода шоколадты қалай дұрыс еріту керек барлығы видеода айтылатын болады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міндетті түрде осы рецептін жасап көріңіздер. Қажет заттардың барлығын төменде жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен құлпынайларымызды осылай жылы суға жуып аламыз және таза майлықтарымызға осылай барлығын орналастырып шығатын боламыз. Үстінен суын кептіріп алу үшін осылай қағаз сүзгілермен ақырын ғана қолдың көмегімен жай осылай үстінен баса отырып суын кептіріп алатын боламыз. Немесе осылай қолдарыңызға алып ақырын ғана баса отырып суын толықтай кептіріп алсаңыздар болады. Міне осылай толықтай құлпынайларымыздың барлығын кептіріп алдық. Енді шоколадымызға кірісетін боламыз. Осылай Қазақстан шоколадын ашып бөліктерге бөліп алатын боламыз. Арнайы маған ыңғайлы болғандықтан осылай кондитерлік пакетке салатын боламыз. Одан соң ақ шоколадымызды да осылай салып аламыз. Осылай салып алып, ыстық суға ерітіп алатын боламыз шоколадтарымызды. Әр минут сайын қарап, ермеген бөліктерін ерітіп алсаңыздар дұрыс болады. Шоколадты құлпынайларыңыздың сапалы, дәмді болғанын қаласаңыздар, шоколадтарыңыздың да сапалы, жақсы болған дұрыс. Мен осы Рахатовский Қазақстан шоколадын және Рошеннің ақ шоколадын қолданатын боламын. Енді осылай ыңғайлы құлпынайымыз жақсы батыру үшін осылай шоколадымызды кең ыдысқа осылай құйып алатын боламыз. Міне осылай құлпынайымыз бататындай ыдысымызға шоколадтарымызды құйып алдық. Енді үстінен 5-10 мл сұйық майымызды құятын боламыз. Құймауға да болады. Негізі құйып жасайтын болсаңыздар, құлпынайларыңыздың сырты жылтырап, керемет үйлесетін болады. Осылай шоколад пен сұйық май жақсылап біркелкі болғанша қасықтың көмегімен араластырып қозғайтын боламыз. Біздің шоколадымыз жылтыр, біркелкі массаға, консистенцияға еніп, өте керемет болып шықты. Бізге қажет ете осындай шоколадтар. Енді осы дайындап алған құлпынайларымызды ағаш таяқшаға алдын ала толықтай барлығына қадап шығатын боламыз. Яғни шпажкалерімізге барлығын толықтай қадап шығамыз. Одан соң ақ шоколадымызға, одан соң қара шоколадымызға осылай толықтай малып аламыз. Осылай жапырақтарын ұстап тұрып, толықтай шоколадқа батқанын қадағалаңыздар. Одан соң осы стақанымызға күріш салып қойдық. Осы шоколадымызды осылай тұрғызып қоятын боламыз. Сонда еш жерді бүлдірмейді және шоколадымыз дұрыс қататын болады. Мен бірінші шоколадымның сыртын ешқандай әсемдеген жоқпын, өйткені сыртынан шоколадты әсемдейтін боламын. Осылай жасап кете бересіздер. Осылай екінші ақ шоколадымызды клубникамыздың сыртына жағып алдық. Және үшінші осылай қара шоколадқа малайтын боламыз және сыртынан осылай посыпка себетін боламыз. Шоколадыңыз кеппей тұрып, осылай посыпка сепкен дұрыс. Кепкен соң сепсеңіздер, ол дұрыс орнықпайтын болады. Осылай жасамасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша қарай жасай бересіздер. Осылай барлығын дайындап алған стақанымызға тұрғызып қоятын боламыз. Міне осылай шоколадымызға малып, үстінен посыпкамызды сеуіп, дайындап қойған стақандарымыздың барлығына осылай тұрғызып қоятын боламыз. Сіздер шоколадты еріту барысында дұрыс еріткен болсаңыздар, осылай тұрған күйі қатып қалатын болады. Егер қатты сұйық қылып жіберген болсаңыздар, ол кезде 1 сағат немесе 1,5 сағат көлемінде холодильникке осылай құлпынайларымызды салып қою қажет. Сонда дұрыс қататын болады. Міне осылай болып шықты біздің құлпынайлы шоколадтарымыз. Егер менің рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді осылай әсемдік жасамаған құлпынайларымыздың үстіне осылай шоколадпен, ақ құлпынайымыздың үстіне осылай қара шоколадпен әсемдейтін боламыз. Міне біздің шоколадтарымыз қатып, керемет болып, қойған күйі қатып қалды. Өте керемет болып шықты. Қазір ішін кесіп көрсететін боламын. Енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте керемет, үй жағдайында сатып алғаннан үй жағдайында жасаған өте керемет болып шығады екен. Маған өзіме қатты ұнады, отбасыма да қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода жүздескенше. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.